Күн яхшы болсын, аяулы Ноғай ел радио тыңлаушылар. 103.2 толқынында, поэзия толқынында бүгін бізде бек сүйдімлі сыйлы қонақ. Ол менің қимасым, әптем, бәріңізге де белгілі, өнерлі біздің Ноғай районының бекесі Мұхминат Утевалиева. Сіз білесіз, оның көплеген выставкаларында болғасыз, көргесіз, қайда біздің тарихпен байланысты суретлер ясайды. Оның қолының астынан табиаттың ярасықлығы, біздің бәтірлеріміз, алы гүлі шешеклер, яшаудың әлі, сондай затларды ол көріп, жүрегінен өткөріп, бізде етіп көрмейді ол суретші, а көреді ол өзінше. Соны сол дүниядың ыспайлығын бізге қараушыларға еткірмеге шалысады. Сонымен бірге Мұхминат Утевалиева толқынлы сыдыраларды yazып бізді сүйінтеді. Мен ойлаймын, бүгінлерде ол міне Құралайдың басында өзінің 55 сыйлық мерекесін әйелінде белгілейді. Ол тандырды сақлаушы, екі жігіттің анасы, келіні де бар, ұнықлары да бар, яшауда ян қосағы да бар. Өзі де үйде не істейді, қашан барсаң да оның үйінде әлемет ақыр түрі зияпетлердің, пісірілген тәтіл затлардың иісі қоқып тұрады. Сондай елі ауада ол бір, мен орысшалап айтқанда, о дайымда айтам, сен бір как добрая фея из сказки деп бар. Сен бір әлемет не істейді, сахарлы хатын ертегіден деп мен о дайымда айтамын. Ойлаймын, бүгін бізге Мұхминат Утевалиева, мен сізді хош көріп алам біздің радиода. Бүгін бізге өзіңіздің хабарлап бастасаңыз екен, бала шағыңызды бұрылып артыңызға қараған заманда, кішкене бала шағыңыздан есіңізде не қалған, яшауыңыздың үзіклерін бізге бүгін хабарласаңыз екен. Сау сәлемет, оншақым көп елі әру сөзлер айттың маға. Амансың ба сәлемет қимасым, сау шақырғанға радиоға. Нестін ақын айтпа болам, қади явап берейім сізге, сіздің сұрауларға. Сізді нест өтіндівек мен яратушық жолында қызықсындырады. Сұрау беріңіз өзіңіз. Ол міне бала заманда білетәнің ятлау язаяғыңды қашан келген саға міне айтатшы, язушылар, шайырлар бәрзді өткір көріп, жүрегіне өткөр өтіп, низат сені дәурендірет әнеді, ош айтқанда вдохновлять ет әнеді бала заманда, яшауда. Бала заманда мен тоғыту әйелді өскім, мен сағынатан едім папамды, атамды сағынатан едім. Мен ойлайым созатмаға бергендір деп, талчок бергендір деп ошылай айтқанлай. Со сағынуым мен суретлерді, яталарда көрінетан еді. Бірінші суретлерімді Нұрмет Таңатарович мен әтіткен басым сипап, кластың алдында әкетіп, көрсетіп, мақтап мені, көңілімді аштырған. Ноғай аталарымды біріншілей Ноғай тілдің оқытушысы Өлмет Оразгулыны көрген, оқыған. Шүйтіп мен мектепті басланғандыр деп ойлаймын мен, бірінші абытларым. Газетке шыққан әнді шөл тауысына? Газетке шыққан әнді бір есімді бар менің Кадрия Темірболатова тайған ел со заманда менде, о да бір яталарым бірісі болды. Соны мен клубта оқыған, о заманда мен оқытан едім школада, мектепте. Кадрия бағыслаған еді? Кадрия бағыслаған еді. Бала заманда қимасыларыңмын кімдер есінде қалған? Қайда ойынлар ойнайтаныңыз бала заманда? Кішке заманда? Кімдер бар әлде қатынасасыз солармын? Бала заманда мен есімді бар, біздің орамда балалар көп еді, әрбір әйелден 4-5 бала шығатын еді. Бір ұрсыз тауымайтан еді, не ойнайтан едік біз. Есімде қалды мен кесек ағашлар, ұзын кесек ағашлар, ұспай кесек ағашлар, соның басында біз ажбидайдың шашларын байлап, соны шаш етіп, шүтіп құшақ етіп ойнайтан едік. Бәрімізде де бар еді сол құшақлар. Кеделер ойнайтан еді, керпішлерді бір-бірісіне шпагатқа байлап, олардың машина еді. Сол керпішті олар вын деп есімде бар. Сол затын есімде бар. Осан олар ойнайтан еділер маялка. Мен сол бір құжат қайтады маялкады, әлі балалар білмейді олар. Не секенді білмейді. Сол ойын бар менде, есімде. Сонда ойындар, балалар көп еді, орамда балалар көп еді. Әлі көп еді? Әлі жоқ, әлі шығасың бір балады жоқ. Анысың мектепті бітіріп, Мағачқалаға кеттіңіз да, оқыма? Мағачқалаға кеттім мен оқыма, сонда түстім, Йорк түстім. Сонда білім алып, сонда бітірдім мен 86 жылда. Сонын соң Йорк келдім.
алтын мырзаканатын қолына түстім, о директор болушы еді Мгм. мектепте, санет мектепте. Мгм. Сонан алып şu бүгінге дейін сол мектепте ішлеймін, Мгм. балалармен байланыслы менің кеспім, бір күнде şu күнге дейін бірде өкінмеймін. Мгм. Вот балалардың дүниясы соншалықты ашық, таза, Мгм. сәбилер олармен ішлесең, нетсең көңілің де ашылады, олардың көзлеріне қарасаң, прям таза дүнияда Мгм. шомылғандай болып, Мгм. мектептен сөйтіп те шығасың, таза болып. Мгм. Мгм. Вот міне сіздің жолыңызды алып міне сондай да өнерлі балалар көп пе сіздің мектебіңізде? Біздің менің выпускникларым ішінде бәрінде белгілі Койлакаев Әлбек. Сіздің Ол выпускнигіңіз менің да? выпускнигім, Өктемсіме боласыз. өктемсіме болам. Оның бір сыпайы ярасық ісі бар еді, работасы бар еді. Ноғай табиғатқа бағыслаулы. Оны тек өкінішке ұрладылар бір выставкада. Таки таппадық біз оны. Бек әтеттік, біз қиналдық, қайғырдық, ізі жоқ болды сонында. Басқа қысқа аяқлар да бар. Олар өз ісілерін садикте болсын, мектепте болсын, оларға озат әтеттілер керек болды яшауына, негізі олар өзлері өрлендірелдер. Тілені жүрмейлер, ма ясашыңыз, ма яшыңыз деп. Айлақ белгілі болмаса да, но яшауда оларға оға керектілер. Оқыдылар училищеде, Избербашта, художественный училищеде, Дагестанда. Міне яслық заманында, студент заманларында не сатылар қалған есіңізде? О заманда сізде болады әнедіме жолғысылар, творческий, яратушылық жолғысылар, нелер болады әнедіме? Міне белгілі адамдармен, өзіңіздің студентлердің арасында иналатарыңыз біз біріңізден? Айқайда иналатарыңыз, болатарыңыз бізде педагогический коллектив, бәрді көбісі суретшілер еділер, өнерлі адамлерлер. Олар өзлерімен бізді шақырып, мастерскойға неге работаларын көрсетіп, хабар айтып бізге. Біз олардан көп затларға үйрендік. Әлі менің бір ана курсникім Камбулатов Мұхтар деп, әлі директор художественный училищенің. Оның папасы художник еді. Біз оның мастерскойына барып, папасының работаларын қайтарып едік. Өзімізді қызғанышты еді, бәрімізді жиналып, сонда барып ясайтар едік. Оның мастерской парктың ішінде еді. Табиатты ясайтар едік. Бұлай мастерскойдың ішінде бір өзімізге қарап портрет жасайтар едік. Сондай зат болғанда. Олса міне әйелге міне ян қосағыңызбен сүйінбекпен неше ел болды яшауы? Ой, ян қосағымын болды, зәлім болды. 30 жылын артық болды. Бүгінге дейін яшаймыз, Алла шүкір. Балаларды міне сізде қайда әлімет сіздің кедеңіз бар, ақыллы. Мен дайымда оқушыларыма мақтап тұрам, оны айтам. Міне Эмир Өтебәлиев көп оқиды деп бір өзім тамаша етем, сондай да өнерлі екеніне. Не затқа тамаша етем. Ол міне заттың ақында ойламайды, ол өнершіліктің ақында артық ойлайды. Бұл яшаудың міне әлік затын ойламайды, ол ақша етейім, мәшін алайым деп мағыры, ол өзіне соң бір ярық ұз қалдырайым, бір затқа мұрат салып, соға етейім, еметі, ол мен езаққа сездім, онда ол басқаларға көмік етпей шалсады. Айлақ күші шалсады, со зат үшін ол заманды аямайды, бір затында өзінде аямайды, өзі келіп, мен мысалы мен бек разы, оғы міне бек үлкен разылығымды сізге де айтайым, сондай ол тербие алағаныңызға нешам заман деп беріп, ашық теріслерімді снимать етті. Сонымен әлі бүгінлерде, сонымен әлі карантинде бек керек етір. Бәр балалар да соға қарап, үйде со ютубқа қарап, сонымен ашық теріслерді алфавит болсын, сыпат, ат, түрлі темаларға қарап, сонымен қанағатланадылар. Соның үшін үлкен разылығын білдірем. Онан соң ол тағы да міне басқа ясларды көтергішлейді. Мен ойлаймын, ол зат өнер сізден келген болсар еді ғой. Папасы да сөйтіп айтады. Сіз екеуіңізге тимей арамайды деп. Салғыз жетқаны. Кішіге де сапты, ол былай бизнеске тартыпты оны. Бұл творческий кеді. Бұл творческий еді. Бұл еметі сол әлгі адамдар тірі заманда оларды сыйламаса, оңғысын тартып, солардың ақылында видеоматериал қалдырса кім деп қаршы үйреді о. Әперім. Солай. Сізді бек әттеді, сүйеді, Мұрат Авезовты, Тахир Ахмабетовты, Магомед Кажаевты. Ол бәрінді сүйеді. Сүймеді, тарық сөйтті да. Солардың ақында бір видеоматериал қалдырса кім деп қаршы егеді. Біреулер алдына әттеділер на встречу үйді келдіп шақырадылар, жоғыспаға, сөйлесе, қаралсай айтадылар. Біреулер заман жоқ деп өтеділер. Заман табу керек ондай затқа. Ол өз үшін туша, о не істейді, о видеоматериал, сурет материаллар енді өмірге қалаяқ адам ел кетеді, таң атты кеш болды, заман тез кетеді.
Ондай зат действительно ақиқатлай да естеліклі болып қалайық. Солай дұрыс. Вот кіші бала заманды қайда еді мен қайт өстіргесі кіші заманнан солай еді ме емір? Кішкене алып ол да солай еді былай. О да солай еді, кішкейін де солай еді. Кішкейін менің кішкейін мен больше отличник еді. Но онда от жоқ үйренді. Творческий от жоқ. Кімді емірді бар о. О үндемес зат еді. Мен өзім сондай үндемес едім кішкі бала заманда. Қарап көзін астан барды жинап алып тұртам бол. Солай. Бізде үйде книгалар көп еді. Оқитан еділер де? Оқитан еділер книгалар. Өздері сүйіп оқитан. Өздері сүйіп оқитан еділер. Еметі мен оларға айтатан едім оқыңыз керегер деп. Білейінді. Бөтінде бір қайда кітаптар оқыма сүйетан кеділерің? Олар оқыма сүйетан еді историядан тура, географиядан тура, клуб путешественника передачада олар сүйетан еділер. Сондай познавательный заттар сүйетан еді олар. Көп білмеді. Машалла. Әру бек әру кеделер тербие алағас. Келініңіз де сіздің бек әру, онақында айтпай болмай, біздің оқушымыз, Қарағас ауылының оқушысы Фаридамыз біздің Жұмакаева. Молодец. Сондай әру алал қосақта язды оға. Әлбігілерде нәсіп тетей сен даже. Нәсіплі тетей, нәсіплі қайнана, нәсіплі ана деп ойлаймын. Шүкір, әлхамдулилля. Әші бүгін біздің сондай нәсіплі анадың, нәсіплі бейкедің аузына мен ойлаймын, бек әру ятлаулар шығатаңдар деп. Соншында біздің радио тыңлаушыларға сол ятлауларыңыздың бірнешелерін оқып естірсеңіз екен. Сау болыңыз. Мен Нариман ауылда өскенмін. Өзімші туғанмын Күміле ауылда. Нариман ауылда бала шағымда өткен, соға бір ятлауым бар еді менің. Туған күні өткен. Қиын болса, айлақ өтсе яныма, Нариманға yol аламан алғасап, Нариманда анам менім яшайды, мені әлді бар қайғыдан сақылап. Авылымда орамларман жүремен, мені терік, ол мені бек таныйды, яслығымның ең бірінші сүйімін, ол әліді есінде бек сақлайды. Мені көлім, мен онда көп шомылдым, ол да мені бүгінлерді мұтпаған, неше кере язда іссішіліде, таза судың салқынымын аяған. Орамларым, аты жоқ орамларым, сағынышпан мені жинап аласыз, балды тәтлі балалықты ескертіп, тамырымда соқпақ болып қаласыз. Мұтылмаған сурет естен таймаған, балаларман ойнап жүрген ақ күнлер, кесек ағаш еді біздің құшақлар, бұзық керпіш еді біздің мәшінлер. Тойлар болса орамларын авылдың, Яхиядың биік аңы билейді, бірнешеулер жұлдызлардың астында, Қажаевтың ятлауымен сөйлейді. Көшәлдің ұста нәзік қоллары, тастан өрнек дайымлыққа ясаған, Нариманның ярасықлы қызлары, көпілерді еслерінен састырған. Санағанда саны әлі көп болар, ат қазанған әдемлерді айтаман, авылым ау, қайда татым юртым сен, сағынышпан дайым саға қайтаман. Қайда шетте ем ұсақта болсам да, тек жақшылық ем тынышлық yorайман. Орамларда тойлар болсын саны жоқ, балалардың көңіллері болсын тоқ. Бір заманда кеңдіп көрген орамлар, тар болғанлар тамашаға қаламан. Қайырлы яс болсын саған Нариман, тағы сенен жолларымды аламан. Қайда әру ятлауша. Бәрінде көзін келпетлерін Яхия, Құдайбердиев, Магомед Кажаевты, Көшәліді, бәрінде есін көзім алдымызға әкелдіңіз. Ал ақиқатлайда Наримандан көп өнерлі әдемдер шыққанлар, солардың бірісі сіз, Мұхаммед Өтебалиева. Қайда әру ятлау, көлді таниды, теректі таниды, прям елам келіп кетті. Сондай бір сағынышы заманда, ауылымды сағынған заманда, туған күні болған заманда, созымды yazған едім. Тағады бір екі ятлау оқыңыз. Яслай кеткен сүйіклі анам Аминаттың ярқын естелігіне. Сіңілім аудып есігімді кім ашар, қолын созып шашларымды кім сипар, аста қаран абытларын кім алар, кешелерді сырларымды кім тыңлар. Көрісерміз аман қалдып сен кеттің, өпіп мені күлімсіріп алғасап, кім білгендір ызғы екен расуын, кім білгендір ызғы екен күлуің. Орамларда қимасындыларыңды көрсем, арасында сені ізліп таппайман. Нешік енді сол вақытты мұтайым, жан ауруды нешік енді шыдайым. Кешірші болмады мен тоқтатып, ақалмадым сені тіліп ажалдан, тек сипадым, сүйдім суық yüzіңді,
Қолларымды жүрегіме мен салдым. Yılıtmadı, yılıtmadı yüreğim. Endirmedi ol sağa yan bermedi. Niye sağa tez aşıldı tar kabır. Nege kuşum menin yetmedi. Göz aldında gülümsіреген шырайың. Құлағыма шалынады yırlarың. Абытларың тез алып келгендей. Сен нешік деп сорамаға бергендей. Шешекейде ярқырадың яшауда. Шешекейде қысқа болды өмірің. Айхай сені. Кеміреді көп ойлар, тек не пайда, көрмейді ақ yüzің. Мен білемін, сенің яның ярқырап, қалғаларға болсын дайым таявлы, зенет қапы кең ашылып алдыңда, ятқан ерің ярық болсын аяғлым. Аминатты да көз алдымға келдің. Міне 12 ел артта біз екеуміз больницада ятқан ек Махачкалада. Кішке операция етілген, оға да мада. Со заманда мен оған жоқ таныстым, бір жоқ болып қалдым. О заманда сені білмей таныдым мен, Махминат, 12 жылдың артында. Жоқ, біле таным, бет жоқ қатынаспай таным. Аминатты бек ару біле таным. Ома со заманда айтты. Сен білесің, мен кімі танысым, мен бәлседі кімі яттым. Міне салиматыма, мынада жақталар ястышы, маға бағысылатшы деп, маға оқыған есімді бар мені. Бек елі бір әрі өтіп, ескірі сен со заманда есімді бар. Мен де есімді ол бек ярық келпетлі оқ қалған. Ярық келпетлі. Ол маға көрі ашық еді. Айлақ ашық еді. Ашық еді, аха. Көңілі ойламай ағадың оны ойламай ағадың сондайды азат аурейді екен деп. Есімде де келмеседі. Бек яс еді. Беті де сыпсылаң, бірәмі айдай сұлу yüzледі. Алла талам сөйтіп маңлайына сүйязғандыр. Ятқан ер ярық болсын. Енді мен сізге анамы деп естірейін. Тыңлайық. Ана бәрімізге де әлсіз. Солай, тағы да мен ұзақ yola түсемен. Қалдырамын ұйқлап кеткен даңылды. Көзлерің тереңде сеземен. Айтылынмай қалған аңсыз қайғыды. Қайдан келді ана мұңлы ойларың? Қайдай қайғы парахатлық бермейді. Жоқ, мен соны үріктермін аяғлым. Яс сәулемен, янатармын yüzіңді. Маға берген қиыныңды ескеріп, көңіліңгі йырларымын етермін. Сөзлерімнің өрнеклерді мен өріп, жүрегіңе елу яйып кетермін. Әперім, қайдай әру ятлаулар. Қайдай әру ятлылар бүгін оқыныңыз. Мұхаммед Өтевалиева, Мұхаммед қимасымыз, әптеміз, біздің сұлу бейкеміз. Алла разы болсын сізге бүгін. Мен сізге ең біріншілі тілеймін Алладан ден саулық, бірді ауырма, дайымды яйнап жүрір. Заттың емірдің балаларында, тойларында бейгендей күнді алды берсін са. Сауылсын әрі yorala. Екіншіге деңгеде фәрдеде әру келін ясын. Сауыл сәлмет, соны мені тілеймін аталадым. Әлді суретлер яса, спай суретлер біз сүйіндіргендей, біз сол суретлерге қарап тұрайық. Мен үйімде екі суретін ілініп тұр. Бәрде келгенде сорайлар, бұл кім ясағанды, мен де оны ясаған Мұхаммед Өтевалиева деп. Ой, сауылыңыз. Сау бол, Алла разы болсын. Bizim радио тыңлаушыларға 1-2 жылы ауыз сөзіңді yorап кетіңіз. Аяғы радио тыңлаушылар, мен сізге yorаймын бұл қиын ту заманда. Ден саулық, ұзақ өмір. Дайымды татым болайық. Шу дүния татымлықтан басқа біз не стакетек біз ана дүния. Татым болыңыз бір-біріңізге. Әл сөз сәлметім айтқан заманда, әрі келін yorайым деген заманда, оның бір мәнесі де болғаншы бұрынғылар айтқанлар. Кеделерің татым болса, мінме атлар көп болар деп. Келілер татым болса, ашама ас көп болар деп. Сол көріп татымлық yorаймын. Ден саулық yorаймын. Биік аспан таза болсын деп yorаймын. Иншалла, иншалла. Әру yorаларыңыз үшін де, сау болыңыз. Бәр зат үшін де келек күндеріміз ашық болсын. Аяулы радио тыңлаушылар, сау болыңыз. Бүгін бізді тыңлағаныңызға аман тұрыңыз. Мен ойлаймын, бүгін сізге Мұхаммед Өтевалиевамен хабарласуымыз бек ярағандыр деп. Емішлік болсын. Сау болыңыз.